кітаптан оқимыз. Әл-фаил дейді. Біріншісі фаил, яғни рофтың бірінші орны ол фаил бол. 6 орында едік қой. Соның біріншісі фаил. Әл-әуәлу күлу тәркибін мислу хафиза Мухаммадун әл-китаба ва ятлубул ақилул илма юсамма исму хина изин фаилан дейді. Күлу тәркиб дейді. Бүкіл құрылымда дейді. Мысалы, хафиза Мухаммадун китаб. Мұхаммед кітапты жаттады. Ятлубул ақилул илма. Ақылды, ілімді талап етеді деген сияқты құрылымда юсамма исму хина изин фаил. Осы жердегі исім фаил деп айтылады дейді. Яғни осы жердегі роф болып тұрған исім не деп айтылады? Фаил деп айтылады. Хафиза жаттады, жаттау деген істір, сол істі істеп атқан кім? Мұхаммадун. Мұхаммед сол істі істеп атыр. Осы Мұхаммадун не деп айтылады? Фаил деп айтылады дейді. Арғары оқимыз. Иза шахатта инсанан дейді. Егер сен бір адамды көріп қалсаң дейді. Исмуху Махмуд. Мысалы, аты Махмуд деген. Яқтағыл ғуснан. Бір бұтақты кесіп атқанын көріп қалсаң дейді. Мине шажари. Ағаштан бір бұтақты кесіп атқанын көріп қалсаң. Варотта ан тухбира ан залика. Және осы жайлы хабар беруді қаласаң. Тақулу. Бұлай деп айтасың дейді. Қотаға Махмудын ғусна. Махмуд бұтақты кесті деп айтасың. Дұрыс па? Қотаға дәлу ала хусули қотғи юсама фи'лан дейді. Қотаға деген сөз ол кесу ісінің іске асқанын білдіреді. Сол үшін ол фи'л деп айтылады дейді. Қотаға десе неден білдіреді? Кесу деген істің жүзеге асқанын білдіреді. Сол үшін ол фи'л деп айтылады. Міне, қотаға деген исім әддәлу ол сілтеп атыр ала хусули қотғи. Қотқ деген кесу ісі деген сөз. Кесу ісін хусул, орын алуы, болуына сілтеп атыр. Юсама фи'лан. Бұл қотаға деген сөз фи'л деп айтылады. Кәма сабақа шархуху, жоғарда оны түсіндірмесі өтіп кетті дейді. Жоғарда түсіндіріп өттік дейді фи'л туралы. Ва лафзу Махмудун, ал Махмуд деген сөзіміз әддәлу ала мән фа'ала қотға. Осы қотық кесу ісін кім істеді, соған сілтеп атыр дейді. Юсама фа'илан, бұл енді фа'ил деп айтылады дейді. Кесу ісін кім істесе, оны фа'ил деп айтамыз. Ва яджибу фихи рофу, оған роф болу міндетті болады. Ва лафзу ал-ғусна әддәлу ала ма вақа'a алейхи фи'лу юсамма мафулан бих ва ясайати дейді. Ал-ғусна, ал бұтақты дегендегі қота Махмудын ғусна, Махмуд бұтақты кесті дегендегі бұтақты деген сөз, ол үстіне іс түскен нәрсені білдіріп атыр дейді. Кесу ісі оның бұтақтың үстіне түсіп атыр ғой. Кесу ісі бұтаққа әсер етіп атыр ғой. Сол үстіне іс түскен нәрсені мафғул бих деп айтамыз, оны жақын арада түсіндіреміз дейді. Келесі сабақтарда мафғул бихті өтеміз дейді. Ва лафзу ғусна, ал ғусн деген бұтақ деген сөз дәлу ала ол сілтейді сон бір нәрсеге мә уақа алейхи фиғл, оның үстіне іс түскен нәрсені сілтейді. Юсама мафғулан бих, оны мафғул бих деп айтамыз. Оның түсіндіреміз келесі жақта келеді. Ва мислу калимати Махмудын фи хазихил мисал ал-калимади. Махмуд деген сөз сияқты мына мысалдарда, мынау исімдерде не болады? Фа'ил болады дейді. Тағы да қосымша мысалдар берейін деп жатыр. Мысалы, Мұхаммед деген исім фа'ил. Мысалы, хафиза Мухаммадун әл-китаба дегенде. Мұхаммед кітапты жаттады десе, Мұхаммед ол жерде фа'ил. Өйткені ол жаттау ісін істеп жатыр. Ал-ақил деген сияқты. Ятлубул ақилул илма. Ақылды адам ілімді талап етеді дегендегі ақил деген ол фа'ил. Өйткені ол талап ету ісін істеп жатыр. Халақаллахул инсан, Аллах Тағала адамды жаратты дегенде, Аллаху джалала, Аллаху Тағала деген бұл жерде не болып жатыр? Фа'ил болып жатыр. Ад-зипу деген сөз, мысалы, яқулу зипул ғанама, қасқыр қойды жеп жатыр дегенде, зипу деген сөз бұл жерде фа'ил болып жатыр. Ал-анбия, пайғамбарлар деген сөз. Аршадал анбия уннаса, пайғамбарлар адамға тура жол көрсетті дегенде, ал-анбия деген бұл жерде фа'ил болып жатыр. Ан-насу деген сөз, мысалы, фи юбғиду насу хаин, адамдар жек көреді қиянатшылды дегендегі ан-насу адамдар деген сөз бұл жерде фа'ил болып жатыр. Ва хаказа кулу калиматин вақа'a бa'да фи'ли ва далат ала ман фа'ала. Осылайша фиғілден кейін келіп, сол фиғілді кім істегенін сілтеген нәрсені фа'ил деп айтады дейді. Ва хаказа осылайша кулу калиматин әрбір сөз вақа'ат бa'да фи'л, фиғілден кейін келсе,
Ва даллат ала ман фаал, және кім істегенін білдірсе, оны фаал деп айтамыз. Уахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.